Экономикадағы өзгерістер. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта экономикадағы нарық принциптері мен нарықтық қатынасқа көшудің қажеттілігіне, Қазақстанның сыртқы елдермен экономикалық байланыстарының ұлғаюына, экономикалық дағдарыстың одан әрі тереңдеуіне және халықтың әлеуметтік жағдайларына тоқталамыз. Сонымен Кеңес одағында 1980 жылдар ішінде экономикалық байланыстар құрылымының тиімділігі төмендеп, дағдарыс тереңдей түсті. Осының салдарынан республиканың халық шаруашылығында құлдырау жылдан жылға өрби түсті. Соның ішінде ауыл шаруашылығы мен мал шаруашылығын дамытуға жұмсалған қыруар қаржыдан да еш нәтиже шықпады. Алға қойылған міндеттердің бірде-біреуі орындалмай, есесіне қағаз жүзіндегі баяндамаларда ғана орындалған болып шықты. Ал экономикалық дағдарыстың одан әрі шиеленісуі халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуіне әкеліп, республикалардың тәуелсіздікке ұмтылуын тездетті. Сондай-ақ, әлеуметтік жағдайдың күрделенуінен болған қақтығыстар құқық қорғау органдары мен әскери бөлімдердің көмегімен басып тасталды. Демек, бүкіл экономикалық құрылымға өзгерістер жасамайынша, халық шаруашылығының дағдарыстан шығуы мүмкін емес еді. Яғни, социалистік жоспарлы экономикадан бас тартып, нарықтық қатынастарға бетбұрыс жасау қажеттілігі туды. Осы кезеңде жоспарлы экономикадан нарық қатынастарына көшу, қоғамды демократияландыру, социалистік заңдылықтармен сыйыспайтын қарама-қайшы бағыт еді. Яғни бұл жерде өндіріс құрал жабдықтары мемлекеттік меншікке негізделген жоспарлы экономикадан өндіріс құрал жабдықтарына меншіктің көп түрлілігін енгізу арқылы нарықтық қатынастарға көшу еді. Ол кезде еш қиындықсыз қалыптасқан бағытты өзгерте салу мүмкін емес еді. Есесіне, одақтас республикалардың егемендік құқықтарын кеңейту шаралары шеңберінде бірқатар маңызды экономикалық заңдар қабылданды. Мәселен, Қазақ КСР-індегі меншік туралы заң экономикада түбегейлі бетбұрыс жасап, нарықтық қатынастарды енгізудің бастамасы болды. Ал Қазақстан экономикасын жаңа жағдайларға лайықтап қайта құру үшін салалық құрылымдағы ерекшеліктер кері әсерін тигізді. Алайда осы уақытқа дейінгі экономиканың өндіруші шикізаттық бағытта жүргізілуі, өңдеуші өнеркәсіптің аз болуы, сұранысты қажет ететін тауарларды өндірудегі дәрменсіздік дербестікке ұмтылуға кедергі болып шықты. Мәселен, 1988 жылы республикадан сыртқа 6,7 миллиард сомның өнімін шығарса, ал сырттан 13,8 миллиард сомның өнімі әкелінді. Сондықтан меншіктің көп түрлігі енгізіліп, кооперативтер мен шағын кәсіпорындар құрылып, жекешелендіру үрдісі басталды. Осы тұста демократиялық басқару әдісі қалыптасқандықтан, аз пайызбен кредиттер алу, жалға беру, шағын кәсіпорындар, коммерциялық фирмалар мен банктер ашудың мүмкіндіктерін кейбір азаматтар пайдаланды. Осылайша мемлекет мүлкін жекешелендіру үшін қолайлы жағдай қалыптасты. Сонымен қатар 1980 жылдардың соңына қарай орталық тарапынан бақылау әлсірегендіктен республикалардың шет елдермен экономикалық сауда байланыстарын жасау мүмкіндігі туды. Ал бұған дейін Қазақстан экспортқа 97% шикізаттар мен материалдар және жартылай дайын өнімдер шығарып тұрды. Осыдан кейін экономикалық дамудың жаңа бағытын нарықтық қатынастар мен меншіктің көп түріне негіздеп қайта құру, орталықтан аулақтану үшін Қазақстан үкіметі маңызы бар Қазақ КСР-індегі еркін экономикалық аймақ туралы, Қазақ КСР-індегі шетел инвестициялары туралы заңдарды қабылдады. Сондай-ақ республикалық сыртқы экономикалық байланыс министрлігінің, сыртқы экономикалық банктің, ассоциациялардың, корпорациялардың құрылуы сауданың дамуына әсер етті. Осылайша 1990 жылдардың ішінде сауданың көлемі 1,5 есе өссе, жаңа құрылымдармен қатар адамдардың іскерлік белсенділігі артты. Сонымен қатар бірлескен кәсіпорындар мен банктер құрыла бастады. Мәселен, 1990 жылдың қарашасында Сауд Арабиясымен біріккен Әл-Барака банк Қазақстан банкі құрылды. Ал
Корея Республикасының Samsung Gold Star корпорациясымен байланыс орнап, Оңтүстік Корея кәсіпшілері Алматыда ресторан ашты. Сонымен сыртқы экономикалық байланыстардың маңызды бағыттары Жәйрем, Атасу, Қарағанды, Маңғыстау, Алакөл, Жаркент еркін экономикалық аймақтар болып табылды. Демек, шетел капиталын әкелу үшін республика жаңа заңдар қабылдап, сырттан келген инвесторды 5 жылға дейін пайда салығынан босатты. Негізінен біріккен кәсіпорындар көпшілік қолданатын тауарларды шығаруға тиіс болды. Сондай Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда байланыстары артып, Алматы, Үрімші әуе қатынасы, Жаркент, Инин автобус жолы ашылды. Осыдан соң ғылым академиясының мекемелері, ғылыми зерттеу институттары және жоғарғы оқу орындарының Қытаймен ғылыми техникалық байланысы кеңейді. Сонымен 1991 жылдың бірінші жартысында Қазақстанда 24 елдің қатысуымен 35 біріккен кәсіпорын ресми тіркелді. Алайда осындай жетістіктерге қарамастан, экономикалық дағдарыс тереңдеп, өнім өндіру мен шығару қысқарды. Нәтижесінде ұлттық табыстың көлемі азайып, өнеркәсіптің барлық салаларындағы кәсіпорындарда материалдық ресурстар, электр қуаты қысқарып, кейбіреулері тоқтауға мәжбүр болды. Осының салдарынан халықтың табысы төмендеп, ақша айналымы қиындап, оның құнсыздануы шарықтады. Ал халық шаруашылығында өнім өндіру құлдырап, азық-түлік өнімдерінің жетіспеуінен карточкалық жүйе енгізілді. Осының бәрі ауыл тұрғындарының жағдайына әсер етті. Мәселен, ауылдарға қызмет көрсету саласы өте төмен. Клубтар, медициналық көмек көрсету, дәріханалар, мектептер, күнделікті қажетті тауарлар, балалар бұйымдары, оқу құрал жабдықтары жетіспеді. Сауда нашар дамыды. Сондықтан бала туу деңгейі төмендеп, мектептегі оқушылар саны азайды. Әсіресе осы келеңсіз құбылыстар көп балалы отбасылар мен зейнеткерлерге, соғыс және еңбек мүгедектеріне ауыр тиді. Қорыта айтқанда, республикада халық шаруашылығының барлық саласы дағдарысқа ұшырады. Сондықтан өндіріс құрал жабдықтарына жеке меншік енгізіп, нарықтық қатынасқа бағыт алды. Сыртқы экономикалық байланыстар кеңейсе де, дағдарыс тереңдеп, халықтың әлеуметтік жағдайына әсерін тигізді.